Құрметті достар, 1-қазан қарттар күніне тойлап өтеміз. Осыған орай біз Баян апайды кітапхана атынан құттықтауға келдік. Баян апай, сізді келген мерекеңізбен құттықтаймыз. Сізге өміріңізге денсаулық, отбасыңызға амандық, Қазақстанымыз гүлдене берсін. Осылай мерекеңізбен құттықтап келіп отырмыз. Сізге қоятын 1-2 сұрағымыз бар. Сіз өзіңіз туралы, өміріңіз туралы, енді қазір зейнеттесіз ғой. Сол өміріңіз туралы, жұмысыңыз туралы 1-2 сөз айтып өтесіз ба? Мен 1947 жылғы 8 августта тудым. 66 жылы тұрмысқа шықтым. 5 балам бар, Құдайға шүкір. Бақытты әжесіз ғой енді. 8 немерем бар, 2 шөберем бар. Құдайға шүкір, тәуба, мен бақытты әже, бақытты анамын деп санаймын. Балаларым жан-жақта, сыйлайды өзімді. Жолдасым қайтыс болған 29 жыл болды. Балаларым жан-жақта тұрып жатыр. Бәрі жақсы. Осы біздің Көкпекті ауылында неше жыл тұрып жатсыз? 24 жыл. Біз енді ауылымыз осылай жақсы, енді өміріңізге де жақсы. Өмірге де жақсы, халқым сыйлайды. 97 жылы көшіп келдім осында. Балаларым үйленді, бәрі үй болды. Жан-жақты келіндерім бар, күйеу балам бар. Енді біз кітапхана атынан жаңа айтып өткендей, сізге көп денсаулық тілейміз. Енді қазір осы мынандай жағдайда болып жатқанда бізге тек қана денсаулық, қалғанын енді бола жатар. Осы жағдайға қарсы байланысты не айтасыз? Коронавирус жағдайға. Коронавирусқа өзім 74-ке келсемді прививка алдым. Оны өзім үшін, балаларым үшін, халқым үшін прививкадан қорықпау керек. Денім сау болсын, бүкіл елге айтатыным прививкадан қорықпаңдар, алыңдар. Енді отанымыз тыныш болсын, халқымыз аман болсын, мына жаман індеттен құтылайық. Тек қана жақсылықпен отанымыз тыныш болып, халқымыз аман болсын. Құрметті достар, мына кітапхананың атынан жаңа айтып кеткендей, біз Баян апайды қарттар күнімен құттықтап келдік. Сізге көп-көп осылай рахмет. Кітапханаға келіп тұрмыз, денсаулығыңыз мықты болсын, осылай бала шағаның ортасында күліп ойнап жүре беріңіз. Рахмет.